Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып жазғы ойындар. Летние игры. Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Топ, группа, жасырынбақ, прятки. Мәтінді тыңда, послушай текст. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, мәтінді мазмұнда. Вставь пропущенные слова и перескажи текст. Ойнаймыз. Жазғы ойындар өте ұнайды. Күндіз өзенде шомыламыз. Кешке жасырынбақ ойнаймыз. Біз топ болып жазғы демалысты көңілді өткіземін. Маған екінші тапсырма жазғы ойындар. Тексту, который вы послушали, жазғы надо составить словосочетание. Үшінші тапсырма мәтінді оқы, прочитай текст. Маған жазғы ойындар ұнайды. Мне нравятся летние игры. Жазда мен доп ойнаймын, секіргішпен секіремін, бормен асфальтқа сурет саламын. Летом я играю в мяч, в скакалки и рисую на асфальте рисунки. Достарыммен бірге топ болып бадминтон, жасырынбақ ойнаймыз. Вместе с друзьями мы играем в бадминтон и прятки. Жазғы демалысты көңілді өткіземіз. Летние каникулы у нас проходят весело. Төртінші тапсырма, суреттерге қарап сұраққа жауап бер. По картинкам ответь на вопрос. Кім не ойнайды? Кто что играет? Әлібек пен Анель доп ойнайды. Қуаныш пен Бақыт секіргішпен секіреді. Анель мен Анна жасырынбақ ойнайды. Саша мен Анна асфальтқа сурет салады. Бесінші тапсырма, тиісті қосымшаларды жалғап көшіріп жаз. Добавь нужные окончания. Здесь есть твердые и мягкие окончания, надо подобрать. Мен жасырынбақ ойнаймын, сен жасырынбақ ойнайсың, сіз жасырынбақ ойнайсыз, ол жасырынбақ ойнайды. И также дальше. Мен секіргішпен секіремін. Здесь будет мягкое, потому что слово мягкое. Сен секіргішпен секіресің, сіз секіргішпен секіресіз, ол секіргішпен секіреді. Алтыншы тапсырма, жағдай досын жазғы демалыста жоспарлаңдар. И поговорите о летних играх. Ситуация. Вы с другом. Кел жаттайық. Выучим. Балақай-ау, балақай. Алақай. Сайдан жидек тереміз. Сан қызықты көреміз. Алтыбақан тебеміз. Тау мен тасты кеземіз. Қадыр мырза әлі. Есте сақта, запомни. Жазғы ойындар көңілді, достарымызбен бірге жасырынбақ ойнаймыз, секіргішпен секіреміз. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.